Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Міне, Мейірім Нұрсұлтанов туралы да айтар сәт келді. Орта салмақ бойынша WBC рейтингінде чемпиондығына үміткер бұл қазақтың рингке шықпағанына жылдан асып кетті. Соңғы рет ол 23 жылдың қараша айында Өзбекстан астанасы Ташкентте бокстасып, чилилік Хулио Аламосты жеңген болатын. Содан бері аягөздік былғары қолғап шебері үнсіздік ұстаған еді. Мұны мен чемпиондығында күтумен ғана түсіндіре аламын. Әйтпесе, басқа себеп жоқ болатын мұндай кездесусіз кезеңдерге. Енді оған қатысты жағымды ақпарат шықты. WBC өзінің арнайы хат арқылы Нұрсұлтановты адамы Шираз жұбының жеңімпазымен шығады деп бекітті. Яғни ұйымның белбеуіне кезекті үміткер етті. Негізі Мейірім 24 жылы Адамеспен кездесу керек болатын. Алайда доминикандық боксшы созбақтап жүріп алды. Құр жүрген жоқ, бір кездесу өткізді, сосын Жәнібекпен әлеуметтік желіде біраз сөз таластырды. Осылайша уақыт өтті де кетті. Ал бұл аралықта Нұрсұлтановтан да оның құқығына ие Адал промоушенінде мұнымен қоса менеджері Эгис Климастан да еш ақпарат болмады. Нәтижесінде бұл тыныштықты бұзған WBC ұйымының өзі болып отыр. Олардың мәлімдемесі бір жағынан бізді тығырықты жағдайға қалдырды да. Қалай болған сонда? Адамес пен Шираз жұбының жеңімпазын мына жақтан Жәнібек күтіп отыр емес пе? Белбеу біріктіремін деп. Бірақ әзірге ешкім ресми түрде Әлімханұлы бұл кездесуді ұтып алғанымен бокстасады деп айтқан жоқ. Я, Түркиялық шейхтің сен келесісің деген қысқа ғана Твиттердегі жазбасы бар. Бірақ оның астарында не жатыр? Ол нені меңзеді? Біз білмейміз ғой. Ал Мейірімге қатысты ақпарат енді ұйымның арнайы хатымен расталған дүние. Ресми нәрсе. Енді не істейміз? Кіршіксіз сценарийде мен Мейірімнің бұл белбеу үшін шыққанын қалайтын едім. 2023 жылғы еліміздің ең үздік боксшысы бұған еңбек сіңірді. Талайдан бері осы бір мүмкіндікті күтіп жүр. Жәнібек секілді бергенмен шыға бермей табандылық танытып титулды күтті. Қалайша оған қимаймыз белбеуді? Әрине, бірінші оны ұтып алу керек қой. Десе де мұндай кездесуді алғанның өзі жетістік. Ал Жәнібекке басқа бағытта жұмыс бар. Еншісіндегі екі белбеуге тағы біреуін қосқысы келсе, Эрисландия Лара жаққа бұрылсын. Ондай кездесу өтеді деген де ақпарат жоқ емес. Осылайша қос қазақ орта салмақты билеп төстесе не сайып? Біз үшін өте ұтымды сәт. Бұл болса да осы жылдың екінші жартысында болатын бәсеке ғой. 22 ақпанда Риядта Адамы Шираз бәсекесі өтеді. Жеңіске жеткені келесі кездесуін қашан қорғайды? Бұл әрине үлкен сұрақ. Кемі 3 ай олар рингке шықпас. Ал бұл аралықта мен Мейірімге өз еншісіндегі екінші деңгейлі белбеулерін қорғап алса, дұрыс болар еді дегім келеді. Әрине олар оның еншісінде әлі де болса, қорғау мерзімі өтіп кетіп, босатуы да мүмкін. Құрдан құр жарна төлей бермеу үшін. Ал былайша бір жақсы сақа боксшыны таңдап, бойындағы басып қалған татты бір сілкіп тастаса ғой шіркін. Сосын Америкаға барып, жақсылап тұрып оқу-жаттығу жиынын өткізсе, чемпиондық жекпе-жекке дайын болады. Негізімен соңғы рет Мейіріммен сөйлескенде ол виза мәселесімен жүрмін деген. Жақында шешіледі, сосын көреміз деп қайырған еді. Қателеспесем, бұдан кейін Мейірім Ұлыбританияға барып қайтты. Сондықтан шетелге шығу мәселесі реттелген секілді. Бұл Нұрсұлтанов үшін мансабындағы маңызды кезең. Демек, елде Марат Жакиевтің қол астында жаттығамын деу қате болуы мүмкін. Бір кездері Америкада болып, сол жақталған жүгі кете бастағанын Аламоспен болған сында байқадық. Біздің боксшы үшін кездесу өте ауыр болды. Демек, қайта кету керек Солтүстік Америкаға. Сол жақта дайындалып қана чемпион бола алады. Енді біз ақырын күтеміз. 22 ақпанға міне айдан аз уақыт қалды. Ары қарай 15 күн ішінде белбеу қорғаған чемпионның ендігі жоспарлары белгілі болады. Бір сөзбен 1-2 ай ішінде сұрақтың басы ашылады. Енді басқада профилерімізге тоқталайық. Батыр Жүкенбаев ақш-қа қайта барды. Әзірге оның келесі кездесу туралы ақпарат жарияланбады. Бірақ боксшы Америкада топ-ранг залында жаттығу жұмыстарын бастап кетіпті. Мұнда ол әлемдегі ең ұлы боксшылардың бірі Флойд Мейвезер кішімен кездесіп, естелік суретке де түскен. Батыр соңғы рет былтыр мамыр айында бокстасқан еді. Содан бері рингке шықпады. Ендігісі наурыз-сәуір айларында орын алу әбден мүмкін. Ақпанның екінші жартысында да кездесу болып қалуға ғажап емес. Сондай-ақ Садриддин Ахмедов те қазір ақшта. Ол Калифорния штатында орналасқан Биг Бер елді мекенінде оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізуде. Бұл жерді біз Головкиннің жаттығу базасы ретінде білеміз. Енді Садрда тұрақты түрде осында дайындығын пысықтап жүр. Том Лефлердің жетекшілігімен Абель Санчестің қол астында машықтанып жүрген Ахмедов шынымен де Генаның жолымен кетіп барады. Батырға қарағанда ол жиі кездесу өткізіп жүр. Былтыр желтоқсанның 10 күні бокстасқан еді. Енді араға ай салып қайта Америкаға бару әрине көңілге қуаныш сыйлауда. Бұл проспект боксты қайтадан басты приоритетіне айналдырды деген сөз. Игбокведен кейін Садрдан біз атышулы жекпе-жек күтетініміз рас. Сәттілік жігіттерге. Бейне материал ұнады онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.